Амансыздар, құрметті ауыл тұрғындары, ақ қалапты абзал жандар. Күресейік жемқорлықты жояйық атты дөңгелек үстелге қош келіпсіздер. Мемлекетіміз осы бір жаһандық заманда көркейіп өркениетті әрі жоғары сатыда даму үшін елімізге сауатты да білімді, қоғамда құқық бұзушылықтар менен қылмысқа төзбейтін отансүйгіш патриот азаматтарды тәрбиелеу бүгінгі күннің басты мақсаттарының бірі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты Қазақстан халқына жолдауында айтылған маңызды мәселелердің қатарында осы сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесі тұр. Бұл да қазіргі кезеңде белең алған бір індет десе болады. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа тәсілдерін енгізген жөн деп атап көрсетілген аталмыш жолдауда. Бүгінде жемқорлықпен күрес күн тәртібіндегі мәселеге айналды. Қоғамның барлық саласында кездесетін бұл әрекет қылмыс екені айдан анық. Әсіресе мемлекет басқару құрылымдарындағы лауазымды қызметкерлердің өздеріне тапсырылған қызмет мүмкіндіктерін жеке басының пайдасы мен мүддесі үшін пайдалану қауіпті. Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық заманнан бірге өсіп өркендеп, небір қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат пайда болса сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Сыбайлас жемқорлықпен күрес Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Біздің елімізде бұл мәселеге қарсы күрес шаралары тәуелсіз алған сәттен бастап мемлекеттің ең бірінші кезектегі міндетіне айналып атап өткен жөн. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру, инвестиция тарту процесін баяулататын және демократиялық мемлекеттердің саяси және қоғамдық институттарына кері әсер ететін елдің даму болашағын айтарлықтай